Сәлем достар, сіздерге бүгін өте сирек кездесетін туа біткен жүрек ақауы Эпштейн аномалиясы туралы айтып беремін. Бұл үш жармалы қақпақшаның дисплазиясы мен оң жақ қарыншаға ығысуы, сонымен қатар сол жақ жүрекшенің кеңеюінің нәтижесінде пайда болатын ақау. Үш жармалы қақпақша жарнасының ығысуы бұлшықет пен хордалық аппараттың қимыл қозғалысын дұрыс емес дамуына алып келеді. Жүрек ақауы жүрекше аралық қалқанның дефектісімен қатар жүреді. Бұл жүректің оң жақ жүрекшесінің тұрақты түрде қанның толып асуының нәтижесінде қанның оңнан солға қарай өтуімен жүреді. Бұл ақаудың емі хирургиялық. Мен практикамда осы ақаумен пациент болды. Сол пациентті Астанадағы кардиохирургиялық орталыққа порталмен жібердік. Енді нәтижесін күтеміз. Алдағы уақытта сіздермен ақпаратпен бөлісіп отырамын. Ақпаратым ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.